Barchaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlarмен boks жаңалықтары videoni бастамас turib арнаға тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Ары қарай айқасудан бас тартады. Жәнібектің келесі жекпе-жегі немен бітетіні айтылды. Sizlerмен boks жаңалықтары. Қазақстандық боксшы IBF регион чемпионы Мадияр Жанузақ басылымына берген сұхбатында Жәнібек Әлімханұлы мен Ануэль Нигамесин жекпе-жегіне қатысты болжамын айтты деп хабарлайды. Бұл жекпе-жек 5 сәуірде Астанада өтетін бокс кешінің басты айқасында болады. Боксшылар Әлімханұлына тиесі IBF және WBO титулдарына салапқа салынады. Рингке ақ орамал тастайын ба? Қарсыласы жақсы жеңіліссіз келе жатыр. Ануэль соққы көтереді және басы да мықты. Бірақ Әлімханұлы одан мықты қарсыластармен жұдырықтасқан. Әрине, рингте кез келген дюэ болуы мүмкін. Алайда мен Жәнібек және деген ойдамын. Ол ұпайы санмен басым түседі, немесе францалықтың командасы жекпе-жекті жалғастырудан бас тартады, дейді Мадияр. Sizlerмен бокс жаңалықтары. 5 сәуір Жәнібек Әлімханұлы мен Ануэль Нигамесин ортасындағы жекпе-жек болады. Бары Жәнібек Әлімханұлы фаворит екені біліп тұр достар. Билет құны 25 мыңнан 225 мыңға дейін. Прямой эфир, тікелей эфирді қай каналды көрсеңіздер болады. Қазақстан арнасында или Қазспорт арнасында көрсеңіздер болады. Sizlerмен бокс жаңалықтары болды. Арнаға тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең соңғы жаңалықтар тек қана бізде болады.